Баршаңызға қайырлы күн. Шок контент достар. Мынау свечаның сатушысы 6 миллион теңгеге дейін шығуы мүмкін деп сөз берді. Бірақ оның отын жаққан соң еруі керек. Сосын мен пинцетпен ішіндегін шығарып көрсетемін. Алдымен мынау 4 сабынды кесіп, ішінен қанша теңге шығатынын көрейік. Вау, қараңыздар, қандай әдемі жасыл доллар шықты. Бірінші бәрін ашайық я достар, сабындардың түрлерін көру үшін. Чемодан қоңыр. Мынау портмоне, қара түсті портмоне шықты. Және де соңғысы ол алтын слитік, сатушысы 10 мың рубльға дейін шығады деген. Мына қара чемоданда астыңғы жағында тұр екен ақша, сол үшін ойып кесіп алса болады. Егер сіз мені бірінші рет көріп тұрсаңыз, кішкене ақша шығатын сабын туралы айтып кетейін. Wildberries онлайн дүкенінде осындай ақша шығатын сабындар сатылады. Оның ішінде бұрында 300 теңгеден бастап 25 мың теңгеге дейін шығады деп жазылатын, ал былтыр 50 мың теңгеге дейін салатын сатушылар шықты. Биыл бірінші рет достар 1 миллион рублей, яғни 6 миллион 400 мың теңге салам деп сөз берген бір жомарт сатушыны тауып алдым. Ондай сума шықса, ол номер жазып қояды екен, соған хабарласып ақша аудартады екен, оның айтуы бойынша. Және де маған TikTokта көп кісілер Wildberries'дан қалай аламыз, қалай тапсырыс береміз деп сұраған еді. Ол видео уроки деген мен осы YouTube'дағы плейлистімда тұр достар, ашып қарасаңыздар, 2 сабақ бар. Wildberries'ға қалай тіркелеміз, төлем жасаймыз және де тапсырыс береміз деген. 2 рет 50 рубль шықты. Ал егер де сіздер осындай свечадан 6 миллион теңге ұтып алсаңыздар, не сатып алушы едіңіздер, қандай армандарыңыз бар, комментарийге жазып кетіңіз. Уже 3-ші сабыннан 50 рубль шықты. Әрине мен ұтылып тұрмын. Енді соңғы 2 алтын слиттік пен свеча ғана қалды, көрейік. Хотя бы қол жууға болады. Үйде сабынымыз бітіп қалып еді. Мынау сабындар тез бітеді негізі, бірақ 1 айға жетеді 4 деп әйтеуір. Өкінішке орай 4 сабыннан да 50 рубльдан шықты. Енді соңғы үмітім мынау свечада. Бірақ достар, мен 4 сағат жанатын күте алмай, балтамен ұрып шағамын деп шештім. Мені қолдап кетіңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Басқа да сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап беремін, комментарийде сұрай беріңіздер. Достар, негізі ұяты жоқ саудагерлер бар, мысалы банк приколов деп өтірік ақша салады, немесе өтірік 5 мың 10 мың рубль шығады дейді, бірақ 50 рубльдан артық түкте шықпайды. Сақ болыңыздар. Және тек қана отзывтарын оқып сатып алыңыздар. Осы жолы хотя бы 100 рубль шықты. Бұның бәрін банкоматтан барып теңгеге ауыстырып ала аламыз достар, тағы да айтайын. Жарайды, мен көңілім түспейді. Мені қолдап лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Егер сіздерге қызық болса, тағы да 10 сабынға тапсырыс беремін.